Сәлем, бүгінгі өтетін тақырыбымыз менің отбасым. Сабаққа қатысты жаңа сөздерді есіңде сақта. Бұл отбасы. Ендігі отбасы мүшелерінің атауларымен таныс болайық. Ата, әже, әке, ана, аға, қарындас, әпке, іні, ұл, қыз. Жіберді балам. Әже, сосын не болды? Менің қолым жігіт болып қапты ғой. Жарайды. Сенің арғатаң 7-ші атаң Айдар болған. Айдар. Әжені барайық. Жүр. Әжесі? Жүр. Иә. Айнұр. Әжеңе бере қой балам. Әжеңе берші. Әбіш шайыңдыр. Жай балай. Ата, қараңызшы, түлкі кетті, түлкі. Аға, қараш, қандай түлкі ұстап алды? Үлкі дейді. Ендігі тапсырма. Шатасқан сөздерді тиісті орнына орналастыр. Тапсырманы қаншалықты дұрыс орындадың? Өзіңді тексер. Ендігі тапсырма. Мәтінді мұқият тыңда. Бұл Арман, ол студент, 2-ші курста оқиды. Арман үлкен отбасында тұрады. Оның атасы және әжесі бар. Атасының есімі Жалғас, әжесінің есімі Гаухар. Олар мұғалім болып жұмыс жасаған. Ал қазір зейнеткерлер. Әкесінің аты Бауыржан, ол заңгер. Ал анасының есімі Айжан, ол мұғалім. Арманның әпкесі және қарындасы бар. Әпкесінің аты Гүлім, ол дәрігер. Ал қарындасының аты Мерей, ол 8-ші сыныпта оқиды. Ендігі тапсырма. Мәтінге байланысты сұрақтарға жауап бер. Арманның атасы дәрігер болып жұмыс жасаған ба? Жоқ, Арманның атасы мұғалім болып жұмыс жасаған. Арманның әкесі заңгер ме? Иә, Арманның әкесі заңгер. Арманның інісі бар ма? Жоқ, Арманның әпкесі және қарындасы бар. Мерей 9-ші сыныпта оқиды ма? Жоқ, Мерей 8-ші сыныпта оқиды. Арманның анасы мұғалім бе? Дұрыс, Арманның анасы мұғалім. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол!